Жазда күнге қыздырынып суға шомылу үшін енді басқа мегаполистерге барудың қажеті жоқ, себебі Таразда Орта Азияда ең үлкен көлемде құны 2 миллиардқа жуық теңгені құрайтын аквапарк ашылмақ. Енді Сочи Холидей деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік осы Зербұлақ алқабын сенімгерлік басқаруға алып, демалуға арналған орын ашуды жоспарлап, санаулы күндерде ашылу салтанаты өтеді. Жоспар бойынша осы Құрбан айтқа дейін ашылу салтанатын өткізу жоспарлап отыр. Зәулім су қалашықтың аумағы 17 гектарды құрайды. Аттракциондардың биіктігі 13 метр, судың тереңдігі 2 метрге жуық. Бір мезгілде 4000-ға жуық адам қабылдайтын аквапаркте көңіл көтеруге арналған ашық бассейндер және мейрамхана болады. Оңтүстік өңірдегі бұған теңгелетін аквапарк жоқ. Жалпы 1000 мен 3000 теңге арасында біз ұсынып отырмыз, бірақтан енді ол тариф бекітілгеннен кейін нақты сомасы белгілі болады. Қазіргі таңда құрылыс басында 70-ге жуық адам еңбектенуде. Нысан ашылған соң 40-қа жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылады деп күтілуде.